Кеше бір қызық жаңалық тарады. Ресейдің президенті Владимир Путин Кремльден Нұрсұлтан Назарбаевты қабылдапты. Өздеріңіз білесіздер. Назарбаев 2019 жылдан бері ресми түрде саясаттан кеткен зейнеттегі адам саналады. Бірақ соған қарамастан оның Кремльге барып, Путинмен жеке кездесуі көп адамның ойына түрлі сұрақ салды. Неге десең, бізде бір нәрсе бар ғой. Кейбір кездесулер жай кездесу болмайды. Әсіресе Ресей мен Қазақстан арасындағы қарым-қатынаста. Сондықтан бұл жаңалықты естігенде Астанадағы саясатқа қызығып жүрген адамдар бірден өткен оқиғаларды еске түсіре бастады. Ең алдымен 2022 жылғы қаңтар оқиғасы ойға оралады. Елдің біраз қаласында қанды тәртіпсіздіктер болып, халық қатты сілкінді. Сол кезде кім не істеді, кім қайда болды деген сұрақтар әлі күнге дейін толық жабылған жоқ. Сол қаңтардан кейін сол жылдың соңында Назарбаевтың Санкт-Петербургке барып, Путиннің шақыруымен ТМД саммитіне қатысқаны да көптің есінде. Ол кезде де неге дәл қазір, неге дәл Ресей деген әңгімелер айтылған. Енді міне арада уақыт өтіп, тағы да Кремль, тағы да Путин, тағы да Назарбаев. Сондықтан бұл жолғы сапарды да жай ғана амандасып қайту деп қабылдап отырғандар аз. Көп адам мұның артында басқа әңгіме бар деп ойлайды. Себебі саясатта кездейсоқ нәрсе өте сирек болады. Қазір ел ішінде ең көп айтылып жүрген тақырыптардың бірі 2029 жыл. Яғни алдағы билік транзиті. Қазіргіден кейін не болады, кім келеді, қандай сценарий болуы мүмкін? Осының бәрі қазірдің өзінде бейресми деңгейде талқыланып жатыр. Сол әңгімелердің арасында Назарбаевтың Кремльге дәл осы болашаққа қатысты мәселелерді ақылдасу үшін барған болуы мүмкін деген болжамдар да бар. Тағы бір жиі айтылатын тақырып Дариға Назарбаева. Назарбаевтың үлкен қызы. Ашық айтсақ, Қазақстанда ол аса танымал саясаткер деп айту қиын. Бұрынғыдай мінберде де, белсенді саяси алаңда да көрінбейді. Бірақ соған қарамастан оның Мәскеуде белгілі бір байланыстары бар екені бұрыннан айтылып келеді. Ресейдің саяси және іскерлік ортасында оны жақсы танитындар бар деген әңгіме де аз емес. Оның үстіне Назарбаев әулетіне жақын болған біраз адам соңғы жылдары Ресейде, нақтырақ айтқанда Мәскеуде тұрақтап қалғаны да жұрттың назарынан тыс қалып отырған жоқ. Осындай детальдардың бәрін қосып қарасаң, Кремльдегі кездесу жай кездейсоқ емес сияқты көрінеді. Бұл жағдай Қазақстанның өз ішінде де біраз қозғалыс тудыруы мүмкін, себебі бізде ескі Қазақстан деген ұғым бар ғой. Назарбаев билік еткен жылдары қалыптасқан саяси экономикалық жүйе. Қазіргі билік сол жүйеден біртіндеп алыстап, оны әлсіретуге тырысып келеді деген пікір бар. Ал Назарбаевтың сыртқы саясатта, әсіресе Ресеймен байланыста әлі де көрінуі, кейбір элиталық топтарға ұнамауы әбден мүмкін. Сол үшін кей сарапшылар бұл кездесуден кейін Астанада элиталар арасында жаңа бір ішкі шиеленістер басталуы мүмкін деп отыр. Яғни бұрынғы ықпалды топтар мен қазіргі билік арасындағы көзге көрінбейтін күрес жаңа кезеңге өтуі ықтимал. Бұл күрес ашық болмайды, бірақ шешімдер, қадамдар арқылы сезілуі мүмкін. Қысқасы, Кремльде болған бұл кездесу жай ғана екі адам шай ішіп сөйлескен әңгіме емес. Ол өткеннің де, бүгіннің де, болашақтың да белгісі сияқты. Оның нақты қандай салдары болатынын уақыт көрсетеді. Бірақ бір нәрсе анық. Қазақстан саясаты әлі біраз уақыт тынышталмайды. Ал мұндай кездесулер әрдайым сұрақ тудыра береді. Ал сіз қалай ойлайсыз? Назарбаев пен Путин қандай мәселе бойынша кездесті және Қазақстанның болашақтағы президенті кім болуы ықтимал? Өз ойыңызды міндетті түрде пікірге жаза кетіңіз. Видеоға лайк басып, арнаға тіркеліп қоюды да ұмытпаңыз.